деген болады. Ағзат болса тек аксондардан құрылған. Осыны жазып жаттап алыңыздар. Енді қараңыздар. Нейронның түрлері болады. Қозғалтқыш нейрон және сезімтал нейрон. Қозғалтқыш нейрон импульстерді мүшелерге беріп, тітіркендіруге жауап беретін нейрондар. Қозғалтқыш деп не үшін айтады? Қозғалысқа апарады. Яғни, былай айтайық. Мысалы дейік, мен светофорда тұрмын, қызыл түс жанып тұр. Сосын ол жасыл түс жанады, мен қозғалам. Мына жасыл түсті көріп, қозғалысқа апаратын, яғни жасыл түсті көрдім ғой мен, и мен аяғымды қозғалтатын бұл қозғалтқыш нейрон. Сигнал береді мидан, немесе жұлыннан, сигнал береді аяққа жүр деп, ол жүреді. Қозғалтқыш нейрон арқылы болады барлығы. Сезімтал орталыққа, типкіш орталыққа сигнал беретін сезімтал нейрон, импульстері орталық жүйке жүйесіне беретін нейрондар.